Асқар аға, алдыңғы подкасттан бізге көптеген сұрақтар келді қоғамда, халықтан. Сол сұрақтардан осы бедеулік тақырып туралы бір кішкентай сұрақтарға жауап беріп жіберейік сол кісілердің. Бедеулік деген нақты қандай жағдай? Бірінші осыған ашып алсақ. Құрметті халқым, бедеулік деген қазір біз қоғамда өте бір өзекті маңызды сұрақтардың бірі. Қазіргі қоғамда бала көтермеу, бала көтерсе түсік тастап кету, сол мәселелер өте маңызды болып жатыр. Бізде осыған өзіміздің маман есебінде ақыл кеңесімізді айтып өтейік. Мысалға, онда тағы да Құраннан алайық. Құранда мысалға адамның даму барлық процесс жеткізілген. Сіздер бір тамшы судан жаратылғансыңдар, содан кейін ұйыған қанға айналасыңдар, содан кейін бір етке айналасыңдар, содан сіздерді жатырға бекітеміз деп сөйтіп кете береді. Осы әлемде өте белгілі жапон ғалымдары, эмбриология ғылымын зерттеген ғалымдар, осы дамуды эмбриология деп айтады. Солар Нобель сыйлығын алған, зерттеп, толықтай зерттеп, кішкентай микрокамера, микрочиптер қойып, жатырдың ішіне салып, адам қалай дамитынын ғылыми түрде дәлелдеп берді. Соны олар айтып атқан кезде ислам ғұламалар айтқан, бұл біз 1450 жыл бұрын Құранда түскен осындай адам дамитын деп. Сол кезде жапон ғалымы өте қатты таңғалғанда, бұл қандай кітап сонда? Біздер деген 20 жылдан артық өмірі сарп етіп зерттегенде бір 4-5 аятпен айтып тастаған ғой деп таңғалғанда. Сол аятқа бізде тағы да сүйенеміз. Сол аятта адам бір тамшы су, еркек пен әйел адамның ұрығы қосылған кезде, олар ұйыған қанға айналады. Оны Алақ дейді Құранда. Алақ сүресі бар. Ол Алақ сүресі ең бірінші түскен сүре. 5 аят түскен. Құран ең бір жерге түсе бастаған кезде, жер бетін Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткізген сол Алақ сүресі түскен. Сендер ол сүрені былай айтады, оқыңдар дейді. Алланың атымен оқыңдар, намаз оқыңдар. Бізге ең бірінші ол сұрақ. Құранда түскен бұйрық Алла тағала тарапынан оқу, білім алу. Міне көрдіңіз бе? Білімнің маңыздылығы осы жерде тұр ғой. Білімді адам көп жерде адаспауына себепші болады. Сонда айтып кеткен ғой, бір тамшы судан жараттық, енді оны Құран маманы болмағаннан кейін айтпай-ақ қояйық. Сол Алаққа айналған кезде әйел адамның жатыры өте бір маңызды мүше, орган дейді ғой, дененің мүшесі. Сол жерде ол жерде температура өзі 36-6, қан, жаңағыдай зиянды микробтар, хламидия, лямбли, острица, цитала, мегавирус, герпес, көптеген вирустардың жиналатын жері. Мысалға енді ол маман есебінде айтайын, оның ешқандай ұяты жоқ. Әйел адамдарда мұндай бір маңызды мәселе бар, етек кір деген. Әр айда келіп тұрады да, сол арқылы өздері тазаланып отырады. Қанның жаман қан шығып, сол зиянды микроорганизмдер деп айтайық. Оны ғылыми түрде қарапайымдылар бір клеткалы дейді, простейший, одноклеточный дейді. Солар алақ болған кезде, қан ұйыған кезде, сол сыртындағы қорғаныс қабығын жарып жіберіп, ағып түсіп қала береді екен да. Мысалы, жақында ғана маған бір жас әйелдерден сұрақ түсті, жасы 34-те, осылай бала көтеріп, бірақ түсік тастай беремін. Ол зерттеп, лабораториялық зерттеуге жіберсек, оның жатырында цета, мегаловирус, герпес, лямбли, острица бәрі бар екен. Оны синтетикалық дәрімен емдеген, бірақ та нәтиже бермей жатыр. Мен соны сіздерге кеңес берем. Осы үміт шипалы шөбі майғара жусаннан 3 етек кір циклы келу жолында ішіп шықсаңыздар, толықтай тазарып, және табиғи жолмен бала көтеруге себепші болады. Мен гинекологиялық салада жұмыс істеп жүрген мамандармен де ақыл кеңес алып тұрам. Бұның емдеу жолының бір шамалы бір қиындықтары бар, нелер бар, оған бізбен хабарласыңыздар. Емдеу протокол дайын бізде. Өте арзанға шығады. Біріншіден, екінші табиғи жолмен, үшінші жаңағыдай қосалқы теріс әсерлер жоқ. Табиғи бұл енді ері мен әйелі екеуі бірге емделу керек. Алла қаласа қазақтың дені сау, салиқалы ұрпақтар келуіне де біз атсалысып жатырмыз. Сосын жаңағыдай қазіргі үлкен мәселе, бала көтеріп босанғаннан кейін көп балалар жатырдан ауру болып туады, сөйлемейді. Сосын ЗПР дейді, неше түрлі аутоиммундық, ДЦП дейді.
солардың да бір жатырда жатқан осы вирустардың жаңағыдай қарапайым бір клеткалы жәндіктердің де себебі бар, оны анықтаған. Сол мысалға 27-ші апта, 31-ші аптада әр дамудың бір процестері бар. Мысалға бір апта келгенде адамның сөйлеу қабілетінің несі даму керек, сол кезде сол зиян шектіреді, адам дамымай қалады. Ол да бір себептер, енді онда мыңдаған себеп бар, бірақ мен өз тарапымнан зерттегенімді айтып жатырмын. Енді құрметті дәрігерлер, сіздер жаңағыдай қатты сынанға алмаңыздар, мен зерттегенімді айтып жатырмын. Көп себебі. Соның бірден бір себебі өзім жолын анықтағаннан кейін айтып жатырмын. Осыны ішіп жүрсеңіздер, тағы бір қосымша дәрілік өсімдіктер бар, өзіміз жасаған, соны ішіп жүрсеңіздер, Алла қаласа экосызда жасанды ұрық салу арқылы емес, табиғи жолмен көтеруге себепші болады. Белсіз еркектерге де айтамын, енді көп аурудың эффекті ер адамдарда бірге ішуге болады, қолдануға. Қолданыңыздар. Кешенді көмек бере алады. Кешенді көмек береді. Сосын сіздердің жаңағыдай үлкен отбасылық ажырасуға да себепші болып жатқан осы мәселелер ғой. Соның алдын аламыз да, біз әлеуметтік қоғамдық мәселелерін алдын ала шешуге көмектеседі. Біздер мысалға ажырасу жағынан айтып жатыр ғой, көп. Соның алдын алуға бір себепші болайық. Құрметті халқым, құрметті жастар, сіздерге арнайы түрде айтам, осыны қолданыңыздар. Себебі табиғи жолмен Қазақстанда бірден бір емдеу процесін, емдеу протоколын жасап жатырық. Соны қолданып нәтижеге жетіңіздер. Бірге жетейік. Біздер ақыл кеңесімізді, дәрімізді ұсынамыз, дәрілік шайымызды сіздер емделіңіздер де, сөйтіп Қазақстан халқын көбейіп, Алла қаласа бір 15-20 жылда 50 миллионға жетуге себепші атсалысайық біздер. Әумин. Қаншама сұрақтар болды, соны барлығында өзіңіз тұрақты бір үзбей жауап беріп тастадыңыз. Айналып келген кезде барлық алдына ала ішу керек деп те ойлаймын. Қаншама жігіттер бар, қыздар бар, үйленгеннен кейін, 1-2 жылдан кейін уайымдап, көрініп, емделіп, қаншама миллиондаған ақшаларын қазіргі таңда құртып жатыр. Соларға кеңес береміз, осы үміт шипалы шөп шайын үйленбей тұрып та ішіп бастап кетіңіздер. Болады. Оны үндінің шайын, қазақтың жусан шайын алмастыру керек деп ойлаймын мен. Міндетті түрде. Біз енді қазақ патриотпыз ғой. Алаштағы азамат күрескен аталарымыздың айтып кеткен. Біз қазақ үшін қызмет қылмай қоймаймыз. Бізде сондай ұранымыз бар. Қазақ үшін қызмет қылып жатыр. Сіздер енді жаңағыдай ауру бала өмірге әкеліп қиналғанша, көп қой енді қазір. Миллиондаған әлем бойынша, Қазақстан мыңдаған адамдарда үлкен проблема, балаларының ауруы. Соны алдын аласыздар. Алла қаласа алдын аласыздар. Ауырмайсыздар. Көп рахмет аға. Алла разы болсын. Біраз ақпараттар айттық. Келесі тағы да жақсы бір подкастымызда кездескенше еліміз аман болсын. Ауырмайық. Амин.